Қайырлы күн балақайлар. Бүгінгі сабағымыз нәтиже сабақтың екінші бөлімі. Бүгін өткендегі жаттығуларды жалғастырамыз. Оқулығымыздың 68-ші бетін ашамыз. Бұл жердегі 3-ші тапсырманы табамыз. Дұрыс тасымалданбаған сөздерді тап дейді. Міне берілген қоңырау, қайық, жауап, қайың, мейірім, жаңалықты. Бұл жерде мысалы 3 буынды сөздер де бар. Бірақ оларды біз тасымалдап отырмыз. Демек тасымалданған уақытта олар қай жерден дұрыс тасымалданбай тұрғанын біз табуымыз керек. Және қайтадан осы сөздер қалай дұрыс тасымалданады, соны біз жазуымыз керек. Мысалы, мына қоңырау дейді. Осы дұрыс тасымалданған ба? Жоқ, әрине, бұл дұрыс емес. Бұны біз буынға бөліп аламыз әуелі. Қоңырау. Бұда 3 буын бар. Демек, 3 буынға бөлінген сөз 2 түрлі тасымалданады. Біріншіден, қо дейміз да сызықша қойып, ңырау дегенді бөлек жатамыз. Мынау бірінші түрі тасымалданады. Екінші түрі, қоңы дейміз да ымен қосып, ыңмен аны қосып, қоңы сызықша қоймыз да жерге рау деп жатамыз. Бұл екінші түрі тасымалданудың. Сонда 3 буынға бөлінген қоңырау сөзі 2 түрлі тасымалданады екен. Осылайша жазамыз бұны бір қатарға. Арғарай, міне қалған сөздердің барлығын астасына осылай жазамыз. Тасымалдану, қалай тасымалданады, солай жазамыз. Хорошо? 4-ші тапсырмада өлеңді мәнерлеп оқып, жатқа жаз дейді. Оның жалғасы бар мына жақта мінекей. Өте қысқа әрі әдемі, тез жатталатын өлең жолдың сөздері, бірақ әрбір үтір, нүкте, сұрақ белгілерін орындарын мұқият жаттап аламыз. Содан кейін өзіміз кітапты жауып тастап, болдым ау деген уақытта өздерің жазыңдар дәптерге. Содан кейін кітапты ашып, өздерің тексеріп, қателеріңді жөндесеңдер болады. Одан кейін алғысыңды, ризашылығыңды деген сөздердің қандай сөздермен білдіресің дейді. Өзіңнің алғысыңды, ризашылығыңды, соны өздерің астына бір жол тұтап жазып қойсаңдар болады. Алғыс айтқанда сен қандай сөздерді қолданасың, немесе риза болғанда, қуанғанда сен қандай сөздер айтасың. Вот сол сөздерді үтір арқылы жазып қойсаңдар болады. Осы 2 тапсырманы мұқият, асықпай, әдемілеп орындаймыз.